Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қонақтарыңызды таң қалдыратын жаңа жылдық ерекше сосиска в тесте рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл рецепті дайындау үшін бізге 1 кесе жылы су қажет, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық толтырып ашытқы қосамыз және ұнымызды салып илейтін боламыз. Ұнымызды салған кезде бірінші аз мөлшерден саламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Мінекей біздің жұмсақ қамырымыз иленді. Осы қамырымыздың үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Енді дайын болған қамырымызды иленген осылай қолымызбен қамырды жұмсартатын боламыз. Бүкіл қамырымызға май сіңуі керек. Сондықтан қолыңызбен осылай қатты қысып қамырыңызды мейлінше жұмсақ етіп шығаратын боласыздар. Осылай қолыңызбен илеген сайын қамырларыңыз жұмсаратын болады. Міндетті түрде қамырларыңыз жұмсақ болуы қажет. Қамырымызды жылы жерге қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз ашыды, жұмсақ болып шығады. Илеген кезде міндетті түрде жұмсақ қылып илеулеріңіз қажет, қатты болып қалмасын қамырларыңыз. Қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Дәл осы рецептпен 2 штук сіздерде сосиска в тесте шығатын болады. Қазір видео барысында түсінікті болып көрінеді. Мінекей осы қамырымызды жайып аламыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп жаясыздар. Қамырымызды ерітіп жабыстырып жібермес үшін салфеткамен құрғатып аламыз. Видеода көрсетілгендей орап шығасыздар. Қамырларыңыз ажырап кетпесін, қаттырақ орайсыздар. Міндетті түрде осылай салфеткамен сүртіп отырыңыз. Себебі қамырыңызды бұлжыратып жібермесін. Сосискаларымызды орап шығатын боламыз. Міне дәл осындай көлемде 2 сантиметрдей болатын көлемде барлығын бірдей қылып кесіп шығамыз. Кескен формаларыңыздың барлығы бірдей болу керек, өйткені қазір бір-бірімен осылай орналастырған кезде беті бірдей болып тұру керек, тегіс болып. Біреу үлкен, біреу кішкентай болып қалмасын. Одан кейін осындай сорпа ішетін үлкен кесені аламыз, ортасына қоямыз. Мінекей барлығын орналастырып шықтық. Енді осы орналасқан қамырымызға төбесіне бантик дайындаймыз. Кішкентай ғана қамырды осылай жайып аламыз да ортасын қысып бантик дайындап шығатын боламыз. Біздің қамырларымыз тұруы керек, кішкене көтерілу керек, булочканың қамыры сияқты болып шығуы керек. Жұмыртқаның сарыуызына 2 ас қасық сүт құямыз да барлығын жағып шығамыз. Бүкіл жерге тиюі керек біздің жұмыртқамыз. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің ерекше тіске басарымыз дайын болды. Дастарханға ұсынатын кезде міндетті түрде қасына соус қойсаңыздар, сіздердің тіске басарларыңыз дәмі өте күшті болады. Міндетті түрде соуспен беруді ұмытпаңыз. Кез келген соус түрін пайдалансаңыздар болады. Ас болсын.